тыныш отырып енді дәптерлеріңізді аласыздар, қарттарын бүгінгі күнді жазайық. Бүгін 2 айы. Бірінші тапсырма ол мынадай. Мен сіздерге сұрақ қоямын. Сіз қаншалықты сенесіз деген тақырыптағы сұрақ жауап. Мен сұрақ оқимын. Соған сіздер я немесе жоқ деген жауап бойынша жазасыздар. Бұл жерде я деген жауап беретін болсаңыздар, бір балл қоясыңдар, бір деп қана жазасыңдар. Ал егер жоқ дейтін болсаңдар, 0 қоясыңдар. Сондай, егер сендер сұрақтардың барлығына өздерің бір жауап берген болсаңдар, барлығымызда бірдей сан шығу керек. Түсінікті ғой, иә? Алып кеттік. Ешкімге кедергі жасамай, әркім өзінше 0 немесе 1 жазып отырады. Жақсы ма? Жақсы, кеттік. Сен жақсы қалай? Егер А кіші бұдан, онда А минус Б тең болады 0-ге. А бұдан кіші, олай болса, А минус Б 0-ге тең. Дұрыс па? Жама жоқ. А бұдан кіші, ол бұлай. А бұдан кіші. Енді осы жерде Адан бұдан айтсам 0 болады. Дұрыс па? Ол бірінші нұсқасы бітті. Енді екінші қайтадан 1 деп бастады. Келесі, екінші нұсқаның бірінші тапсырмасы. Минус 3х үлкен немесе тең 6-ға. Минус 3х үлкен немесе тең 6-ға. Бұның жақшасы қатаң бола ма? Болды. Екінші, белгілері бірдей теңсіздіктерді мүшелеп азайтуға бола ма? Белгілері бірдей теңсіздіктерді мүшелеп азайтуға бола ма? Болған көп күтеміз, екінші болды. Екі топ болды. Қандай ереже болды? Жаңа алдында коэффициент болса, оны бөліп тастаймыз дейді. Ал бұл жақ келді де, ол коэффициенттің таңбасына байланысты айтты. Егер минус болса бізде есептеді, екі шынға деген шағын. Дәл соны ереже түрде айтты. Отырамыз. Өте жақсы. Барлық 5 топта жақсы құрастырды. Ортасын бөліп береміз. Eğer degende ona bize kameralı katılmamız gerek mi? Eğer degen бүкіл нақты сандарды теңіз қалай ма? Минустан бастаймыз. Минустан басталып. Молодец. 22-ге дейміз. Ұстап салып, өз қасыңды өзің біліп тұрсын ұстап салып. Екіге жетісімен өте жақсы. Болды, болған көп күтеміз. Екінші болды. Апалабыз қағыз. Екі топ болды. Келесі жұмыс жасаймыз. Нақтадағы шығарылған есептер дәптерге жазылсын. Туғандар.
осылай. Бөлінген жерде тек бір оқушының тыңда реакция білдірмей отыр.